Бұрынғы өткен заманда бір кішкентай қыз болыпты. Анасынан да, әжесінен де артық сүйіктісі жоқ екен. Бір күні әжесі немересінің туған күніне әдемі қызыл телпек сыйлайды. Қызым, мына бәлішпен бір құты майда әжеңе апарып, хал жағдайын біліп қайтшы. Жарайды, анашым, апарып келейін. Жолда абай бол. Қызыл телпек әжесіне бару үшін үйден шығып орман жолына түсті. Ол жалғыз жүрудің қаншалықты қауіпті екенін білмейтін. Жол бойындағы әдемі гүлдерді көріп, асықпай тоқтап тере бастады. Бара жатырсың, кішкентай қыз? Әжеме бара жатырмын. Оған бауырсақ пен тосап апара жатырмын. Әжең қайда тұрады? Орманнан өткен соңғы ауылда. Ауыл шетіндегі диірменнің жанында, диірменнің қасында тұрған бірінші. Жарайды. Мен де сенімен бірге сол ауылға барып, әжеңнің жағдайын сұрап қайтайын. Кел, екеуміз жарысайық, әжеңе қайсымыз бірінші жетер екенбіз. Қасқыр алды-артына қарамай, тура ауылға қарай тездетіп бет алады. Қызыл телпектің әжесінің үйіне осылай ерте жеткен қасқыр есікті қағады. Тоқ! Бұл кім? Бұл мен ғой, немере қызым. Қызыл телпек, мен сізге қонаққа келдім. Анамның пісірген бәлішімен бір құтым айнала келдім. Айналайын қызым, тұтқаның жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады. Содан соң есікті жауып, басына әжейдің қалпағын киіп, көзіне көзілдіргін тағып, төсегіне жатады да қыздың келуін күтеді. Сәлден соң есікті қызыл телпек қағады. Бұл кім? Дейді жуан дауыспен тойып алған. Ой, не деген дауыс бұл? Мүмкін әжеме суық тиіп, дауыс өзгерген болар. Әже, бұл мен, сіздің немереңіз. Қызыл телпекпін, мені сізге анам жіберді, бәлішпен бір құты май алып келдім. Тұтқаның жанындағы жіпті тарта қой қызым, сонда есік ашылады. Қызым, себетті үстелдің үстіне қойып, өзің менің қасыма кел. Жарайды, әже. Міне, бәліш пен май. Тағы бірдеңе қалайсыз ба? Жоқ, жаным, жақынырақ келсең болды. Әже, тісіңіз неге сондай үлкен? Сені тезірек жеу үшін қызым-ау. Жыртқышты ұстадым. Енді тыныш бол. Міне, жарасын ашып көрейік. Аға. Екеуіңді амансыңдар. Уайымдамаңдар. Құдайға шүкір, бәрімізді аманбыз. Сізге мың алғыс, отыншы аға. Дәл уақытында жетіп, бізді қасқырдан құтқардыңыз. Қарындасым, бұл мені борышым ғой, ең бастысы екеуіңнің амандығы. Ал міне ыстық шай, қызымның әкелген